Саламатсызбы, білім алушылар. Бүгін бізде ішкі істер органы қызметіндегі әкімшілік процесс пән бойынша бірінші дәріс тақырыбы әкімшілік процестің түсінігі мәні, әкімшілік іс жүргізу құқығының принциптері. Осы дәрістің аумағында біз осындай екі сұраққа тоқталамыз. Бірінші сұрақ әкімшілік процестің түсінігі мәні, екінші сұрақ әкімшілік іс жүргізу құқығының қағидаттары. Ішкі істер органдар қызметінде әкімшілік процесті оқыту білім алушыларға ішкі істер органдардың және өзге де мемлекеттік органдар қызметінің ұйымдастырылуымен әртүрлі мәселелер туралы, олардың процестік қатынастарға қатысушыларға оперативті әсер ету нысандары мен әдістері, әкімшілік процеске қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің ерекшеліктері туралы, әкімшілік процесті қатынастар туындаған кезде азаматтар мен ұйымдар туралы қажетті білім көлемін беру мақсатын көздейтінін атап өткен жөн. Білім алушылар осы пәнді оқу кезінде ескеру керек. Өте маңызды жағдай әкімшілік заңнаманың серпінділігін болып табылады. Ол мемлекеттік органдар жүйесінде де, әкімшілік құқықтық салада да, қолданылатын нормативтік актілер жүйесінде де тұрақты өзгерістермен сипатталады. Дәрістің мақсаты білім алушыларға өздерінің қызметтік міндеттерін кейіннен кәсіби орындау үшін қажетті білім, білік және дағдылар кешенінен үйретуі. Қазақстан Республикасының әкімшілік іс жүргізу құқығы бұл нормативті құқықтық актілерде бекітілген жалпыға міндетті әкімшілік құқықтық нормалар жүйесі. Әкімшілік құқық субъектілерінің заңды түрде рұқсат етілген және заңсыз мінез-құлқының мемлекеттік билік критерийі болып табылатын мемлекет мойындайтын өзге де көздер. Әкімшілік іс жүргізу құқығының мәні оның нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар болып табылады. Сондықтан әкімшілік құқық пәніне қатынастар жатқызуға болады. Бірінші, юрисдикциялық органдар мен атқарушы билік органдарының қызметін ұйымдастыруға байланысты. Екінші, басқарудағы әкімшілік билік өкілеттерін іске асыру және әкімшілік билік органдарының азаматтармен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен әкімшілік процесс мәселелері бойынша өзара іс-қимылы барысында туындайтын. Үшінші, әкімшілік деліктік сипаттағы қоғам жүйесіндегі әкімшілік іс жүргізу құқығы айрықша және цементтеу мәніне алады. Әкімшілік іс жүргізу құқығы қоғамдық мүдделерге қызмет көрсету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын заңды басымдықтар ретінде сақтайды. Әкімшілік процесс мемлекеттік билік аппараты заңның мүдделеріне қызмет етуге, оны орындауға және қолдануды қамтамасыз етуге шақырылғандығынан туындайды. Бұл заң шығарушы және атқарушы органдардың заң алдындағы бағынышты жағдайын көрсетеді. Дегенмен, олар қоғамдық биліктің құзырына ие. Оның пәні құқық саласы ретінде әкімшілік құқық және заңнаманың тиісті саласы болып табылады. Әкімшілік құқық ғылым ретінде және құқық саласы ретінде арасындағы айырмашылықтар, әкімшілік құқықтық құбылыстар мен оларды зерттеу нәтижелерін көрсетудің тәсілдері мен тәсілдерінде жатыр. Әкімшілік құқықтық даулардың негізінде жеке әкімшілік істер жатыр. Олардың шешу барысында дауласушы тараптардың мінез-құлқын құқықтық бағалау жүзеге асырылады. Әкімшілік құқықтық дауға назар аудара отырып, динамикада оның дамуының бірнеше кезеңдерін бөліп көрсету керек.
Бастапқыда азаматтардың оның құқықтары мен бостандықтарының бұзылуында көрінетін объективті жанжалды жағдай туындайды. Екінші буын бұл жағдайда азаматтың өз мүдделерін білуі, азаматтың оның мүдделерін қанағаттандыруға кедергі келтіретін жағдайларды анықтау осы кезеңмен байланысты. Жанжалды жағдайдың туындауы үшін екінші тараптың атқарушы органның өз мүдделері мен тиісті кедергілерін білуі де маңызды. Әрі қарай келесі кезең келеді. Ол азаматтың өз мүдделерін қорғау үшін жасаған нақты әрекеттерін шағын беру қамтиды. Нақты дауда, қақтығыста қарама-қарсы тараптар дараланған. Әкімшілік құқықтық даудың қатысушылары іс жүргізу және басқару сипатындағы әкімшілік құқықтық қатынастардың тараптары болып табылады. Бірақ дауды үшінші тарап шешкен кезде ғана. Бұл қатынастар басқару іс әрі жоқ көлденең қатынастар санатына жатады. Осыған байланысты олардың қатысушыларының теңдігі мүмкіндігіне жол беріледі. Әкімшілік юрисдикция бұл қорғау және құқық қорғау органдарының бір түрі. Сондықтан ол атқарушы билік органдарының қызметіне тән белгілермен сипатталады. Мысалы, заңды өкілеттіктер онсыз әкімшілік юрисдикциялық қызметті жүзеге асыру мүмкін емес. Мемлекеттік билік ұйымдастырушылық объективті күнделікте үздіксіз сипат. Ішкі істер органдарын әкімшілік юрисдикциясы орындайтын мақсаттар мен міндеттер атқарушы органдардың алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерден туындайды. Олар негізінен сәйкес келеді. Юрисдикция ұғымын аша отырып, құқықтық әдебиеттерде үш негізгі белгі жиі аталады. Бірінші, құқық бұзушылықтың құқықтық даудың болуы. Екінші, оны ерекше процестік нысандарда жүзеге асыру. Істі қараудың бәсекелес рәсімі. Үшінші, істі қарау нәтижелері бойынша юрисдикциялық актін тапсыру. Әкімшілік процесс келесі маңызды ерекшеліктермен сипатталады. Бірінші, мемлекетпен ажырамас байланыс. Өйткені процесс билікті жүзеге асырудың нақты тәсілі болып табылады. Оның негізі әкелетті билік органдарының қызметі болып табылады. Дегенмен, процесс оны жүзеге асыруға және басқа да көптеген тараптарға қатысуды көздейді. Екінші, бұл процестің әлеуметтік мақсатында көрінетін кез келген басқару қызметі емес, тек заңды болып табылады, құқықтың әртүрлі салаларын материалдық нормаларын іске асыруды қамтамасыз ету. Әкімшілік процесс шеңберінде тек конституциялық және қылмыстық құқық нормаларын қолдануға болмайды. Үшінші, белгілі бір басқару істерін шешуге бағытталған. Төртінші, заңдық нәтиже қызмет, яғни талап етілетін нәтижеге ғана қол жеткізуге болатын құқықтық тәртіп. Бесінші, іс жүргізу құжаттарында қызмет нәтижелерін аралық немесе түпкілікті міндетті ресімдеу. Алтыншы, процесстік реттеудің объективті қажеттілігін тудыруда көп немесе аз дәрежеде. Әкімшілік процесс бірдей субъектілерді іске асырудың жалпы саласына қарамастан басқару қызметімен бірдей емес. Біздің қоғамда заңдылық пен мемлекеттік тәртіпті сақтау белгілі бір кепілдіктеріне қамтамасыз етіледі. Бұл экономикалық, әлеуметтік, саяси, құқықтық, ұйымдастырушылық, құқық қолдану қызметі қоғамдық қатынастарға мемлекеттік билік ықпалының негізгі нысаны. Құқық қолдану қызметінің нәтижесі жеке сипаттағы ұйғарымдарды қамтитын әртүрлі мақсаттағы актілер болып табылады. Яғни, құқықтың нақты анықталған субъектілері арасындағы құқықтық қатынастарды туғызатын, өзгеретінін немесе тоқтайтынын. Мұндай актілер нормативті емес қаулылар,
шешімдер, бұйрықтар және тағы басқа болуы мүмкін. Әкімшілік процестің субъектілері бұл жеке тұлғалар, сондай-ақ заңды норма негізінде әкімшілік процестің қатысушылары болып алатын мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, бірлестіктер. Процеске қатысушылар онда әртүрлі рөлдерді атқаратындықтан олардың құқықтық мәртебесі бірдей емес. Кез келген процесте атқарушы орган, лауазымды тұлға ерекше көзге түседі. Ол мемлекеттік билік өкілеттіктеріне ие, яғни істі қарайды. Ол бойынша шешім қабылдайды. Оны орындауға әкеледі. Оның ішінде қажет болған жағдайда және мәжбүрлеп. Атқарушы органдар әкімшілік процестің міндетті қатысушылары, тараптары болып табылады. Процесте оның тараптарының бірі ретінде әрекет ететін азаматтың әкімшілік іс жүргізу мәртебесі екі негізгі заңды белгілермен анықталады. Біріншіден, істің нәтижесіне заңдық қызығушылық. Екіншіден, нақты әкімшілік іс бойынша қабылданған шешімнің барлық құқықтық салдарын азаматқа тарату. Әкімшілік процестегі азаматтардың құқықтарының шартты түрде барлық кепілдіктерін бірнеше топқа бөлуге болады. Бірінші топ. Бұл құқықтарды жүзеге асыру процедуралары құрылуы керек принциптер. Олар әкімшілік процестің жалпы принциптерін өзгерту болып табылады. Оларға қарапайымдылық, оңтайлылық, жариялық, жеделдік, құқықтарды іске асырудағы атқарушы органдар жүйесінің төменгі буындарының шешуші рөлін кіруі керек. Азаматтардың құқықтары кепілдіктерінің екінші тобын олардың іс жүргізу құқықтары мен материалдық құқықтар мен міндеттерді іске асыру үшін берілген міндеттері құрайды. Азаматтардың құқықтары кепілдіктерінің үшінші тобын атқарушы органдар мен лауазымды тұлғалардың іс жүргізу өкілеттері мен міндеттері құрайды. Төртінші, әкімшілік іс жүргізу әкімшілік процесінің құрылымдық бөлігі. Әкімшілік процесс принциптерінің жүйесі. Жариялылық принципі. Әкімшілік процесте істерді қарау және шешу соттың ашық отырысында жүзеге асырылады. Ашық талқылауы іске қатысатын судьяларға олардың қызметіне қоғамдық бақылау тұрғысынан оң әсер етеді және олардың іс жүргізу құқығы нормаларын сақтауына әсер етеді. Бұл қағида негізделген және заңды сот шешімдерінен шығарудың алғышарттарының бірі болып табылады және қоғамның соттардың жұмысы мен сот төрелігі жүйесінің жұмысын бағалау болып табылады. Заңдылық принципі. Соттардың қызметтегідегі заңдылық олардың барлық қаулылары мен жасалған іс жүргізу әрекеттерінің материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларына, яғни заңға толық сәйкестігін білдіреді. Мазмұны бойынша заңдылық қағидаты соттардың әкімшілік процестің нормаларын орындау және іс жүргізу әрекеттерін орындау үшін материалдық реттеуші құқықтың нормаларын дұрыс қолдану талаптарын қамтиды. Заңдылық. Мемлекетіміздің маңызды демократия қағидаттарының бірі заңдылық. Заңдылық бұл мемлекеттің барлық органдарын, қоғамдық бірлестіктерін, лауазымды адамдар мен азаматтардың қолданыстағы заңнаманы дәл, мүлтіксіз сақтауы. Заң әдебиетіндегі заңдылық бірнеше мағынада қарастырылады. Бірінші, ұйымдастыру және қызмет принципі ретінде. Екінші, нұсқаулық әдісі ретінде. Үшінші, мемлекет пен оның азаматтарының өзара іс-қимыл принципі ретінде. Мемлекеттің негізгі заңы Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде бекітеді. Оның ең жоғары құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады делінген. Заңдылықтың негізгі белгілері. Бірінші, барлық мемлекеттік органдар,
лауазымды адамдар, қоғамдық бірлестіктер мен азаматтар үшін қолданыстағы заңдарды орындау талаптарының міндеттілігі. Екінші, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының басқа құқықтық актілерге қатысты үстемдігі. Үшінші, заңдылықтың мемлекеттік тәртіппен және тұтастай алғанда қоғамдық құқықтық мәдениетімен байланысты. Төртінші, заңдылық пен орындылықтың бірлігі және тағы басқа. Біздің қоғамда заңдылық пен мемлекеттік тәртіпті сақтау белгілі бір кепілдіктермен қамтамасыз етіледі. Бірінші, экономикалық, екінші, әлеуметтік саяси, үшінші, құқықтық, төртінші, ұйымдастырушылық. Бұл ретте мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, лауазымды адамдар мен азаматтардың заңдардың және оларға негізделген заңға тәуелді актілердің талаптарын сақтауын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға шақырылған мемлекет органдары жүйесінің болуы деп түсінілетін ұйымдастырушылық кепілдіктерге ерекше назар аудару қажет. Қазіргі уақытта мемлекет заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуге арналған органдардың кең жүйесі жұмыс істейді. Бұл жүйе мемлекеттік, сот, әкімшілік және прокурорлық қадағалау органдарын және тағы басқа қамтиды. Әкімшілік қадағалауды арнайы құрылған органдар, мысалы қоғамдық қауіпсіздік департаменті және тағы басқа жүзеге асырады. Қадағалауды жүзеге асыратын органдар мен қадағалау объектілері арасында ұйымдық бағыныштылық жоқ. Диспозитивтік принципі іске қатысатын адамдардың және ең алдымен тараптардың материалдық және іс жүргізу құқықтарына билік ету мүмкіндігі болып табылады. Бұл принцип процестің іс бойынша қозғалысы оның бір кезеңнен екінші кезеңге өтуіне анықтайды. Бәсекелестік принципі. Бәсекелестік принципінің пайда болуы әкімшілік процесте тараптардың материалдық құқықтық мүдделеріне қайшы келеді. Егер диспозитивтік принципі тараптардың және іске қатысатын басқа адамдардың дау объектісіне және процестің қозғалысына билік ету мүмкіндіктерін анықтаса, онда бәсекелестік принципі олардың мәлімделген талаптар мен қарсылықтардың негіздерін дәлелдеу, олардың құқықтық позициясын қорғау жөніндегі мүмкіндіктері мен міндеттерін анықтайды, айқындайды. Тараптардың іс жүргізу теңдігі қағидаты. Бұл қағида сот процесіне қатысушылардың тең жағдайға қоятын экономикалық және құқықтық принциптерге негізделген. Реттеуші қатынастар саласындағы бұл жағдай өз кезегінде әкімшілік процестегі тараптардың тең құқығының негізі болып табылады. Ауызша және жазбаша үйлесімдік принципі. Әкімшілік процесс екі принциптің жиынтығының негізделген, ауызша және жазбаша. Дәстүр бойынша бұл тіркесінде ауызекі сөйлеу болып басым болады. Дегенмен тараптар, сот және басқа да процеске қатысушылар өздерінің қарым-қатынастарын нығайтуға және іс жүргізу әрекеттерін жазбаша түрде жасауға мәжбүр екендігін белгілі. Тікелей принцип. Бұл қағида соттың іс бойынша дәлелдемелерді қабылдау тәсілдерін анықтайды. Осы қағидатқа байланысты сот іс бойынша өз шешімін тек сот отырысында тексерілген және зерттелген дәлелдемелерге негіздеу керек. Сонымен білім алушылар, сізге көп рахмет. Осымен біздің лекциямыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, мұғалімге сұрақтарын жазсаңыз болады. Сол сұрақтарды біз келесі сабақтың аяғына қарастыруға тырысамыз. Көп рахмет. Сау болыңыз.